600-ші есепте бізде қауын, қарбыз және асқабақ сатып алынды. Қауынды есептемегенде өзгелерінің массасы 11 кг, қарбызды есептемегенде өзгелерінің массасы 9 кг, асқабақты есептемегенде өзгелерінің массасы 12 кг. Бақша өнімдерінің әрқайсысының массасын табыңдар дейді. Біз былай жасаймыз. А деп қарбызды алдық, В деп қауынды алдық, С деп асқабақты алдық. Енді бізге ыңғайлы болу үшін былай осы әріптермен алдық. Сонда айтады басында қауынды есептемегенде дейді. Қауын бізде В деп алдық, демек А қосылған С бізде 11 кг деген сөз. Одан кейін айтады қарбызды есептемегенде 9 кг дейді. Қарбызымыз бізде Аға тең, демек В қосылған С бізде 9-ға тең деп алдық. Одан кейін асқабақты есептемегенде дейді, сонда қарбыз бен қауынның массаларын қосқан кезде 12 кг шығу керек. Енді біз осы тұрған жерінен мынадай тәсіл жасаймыз. Үшеуінде бір-біріне тізбектей қосамыз. Сонда 11 қосылған 9 қосылған 12 теңдіктің мына бетінде болады. Ал теңдіктің келесі бетінде бізде 2А қосылған 2В қосылған 2С болады. Әлбетте осылай, мысалы мұнда 2А бар және 2В бар, 2С бар. Осылардың бәрі бір-біріне қосылған кезде 2А қосылған 2В қосылған 2С болады. Енді тұрған жерлерінен біз былай жасаймыз. Мұнда В қосылған С дегенді көріп отырық. 2В қосылған С. Сонда жақшаны ашқан кезде біз былай жақшаның сыртына мынаны шығар жерлейік 2-ні. Сонда В қосылған С тең болады. 11-ге 9 қосамыз 20 болады, 20-ға 12-ні қосамыз 32 болады. Енді мына тәсілге қарасақ, мұнда В қосылған С-ны көріп отырық. Ал мұнда В қосылған С 9 кг делінген. Демек осында соны қоя саламыз. Сонда 2А қосылған 2 көбейтілген 9 бола салады. Осы тең болу керек бізде 32-ке. Сонымен 2А тең болады. Мұнда 2-ні 9-ға көбейтсек 18 болады. 18-ді теңдіктің келесі бетіне азайту қылып өткізсек, 38 азайтылған 18 болады. 32-ден 18-ді азайтатын болсақ, 14 деген жауапты аламыз. Сонда 2А тең болады 14-ке, ал А тең болады 14-ті 2-ге бөлеміз. Ол тең болады 7-ге. Мінекей біз А-дан таптық. А дегеніміз бізде қарбыз. Қарбыз 7 кг екен. Қарбыз тең болады 7 кг. Ал енді ары қарай есептейміз. Мінекей қарбыздың массасын таптық. Ол 7-ге тең екен. Енді бұл 7 деген мәнді мұнда келіп қоямыз. Сонда 7 қосылған В тең болады 12 кг болады. Ал В тең болады 12 азайтылған 7, сонда 5 кг болады. Демек В дегеніміз бізде қауын, ол 5 кг-ға тең екен. Тағы да бізде А бар, мұнда да А бар. Осының орнына 7-ні қоямыз. Сонда 7 қосылған С бізде 11 кг болатын болса, С тең болады 11 азайтылған 7 болады. 11-ден 7-ні азайтатын болсақ, 4 деген мәнді аламыз. Демек асқабақтың массасы 4 кг. Мінекей үшеуінің де массаларын таптық. Қарбыздікі 7 кг, қауындікі 5 кг, асқабақтікі 4 кг.